Бүгінгі сабақта көптен күткен маска эффектісімен жұмыс жасаймыз. Кеттік. Жалпы маска эффектісін салу үшін бірінші видеомызда таңдаймыз. Одан кейін непрозрачность параметрінің ішінде осындай 3 фигураны көрсеңіз болады. Егер сіз 4 бұрышты фигурадағы маска салғыңыз келсе, осыны таңдайсыз. Дөңгелек болса осы. А егер өзіңіз фигураны сызғыңыз келсе, осы маркер таңдайтын боласыз. Мен қазірше осы маркер таңдайтын боламын. Енді менің өзімнің айналама фигураны сызып шығамын. Егер сіздің сызығыңыз қисық болып қалып, басыңыз сызғың келсе, Ctrl-Z-ті басып, фигураңызды артқа қайтарсаңыз болады. Сондай-ақ сізге предпросмотр экранның размері кіші болып тұрса, астындағы по размеру кадра параметрін өзіңіздің қалағанша өзгертсеңіз болады. Біз қазірше 50 таңдайық. Осылайша біз масканы сызып шықтық. Жалпы маска эффектісі көптеген жағдайларда қолданады. Мысалы, сіз картинкада керек емес кадрды алып тастау керек болса, немесе белгілі бір элементті ғана көрсету керек болса, осы маска эффектісін қолдансаңыз да болады. Сонымен қатар кейбір эффектлерді тек кадрда белгіленген аралықта қолданылғанын қаласаңыз, осы маска эффектісін қолдансаңыз да болады. Мұнда астына түсірсеңіз, масканың астында бірнеше параметрлер бар. Растушевка маски, масканың шекарасының нәзіктігіне жауап береді. Мұндағы 10 деген мәнін көбейтетін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай, границаның қаттылығы азайып, нәзіктігі артуда. Біз оны 40-қа қойсақ та болады. Расширение маски масканың размерін үлкейтуге көмектеседі. Мен мұны көп қолдана бермеймін. Жағын сол үшін 0-ге қалдырсақ болады. Непрозрачность маски бұл масканың көріну-көрінбеуіне жауап береді. Бұл жалпы видеода осылай көрінетін болады. Енді маскаға қосымша қолданыстар енгізейік. Кейде сіз видеоға түсірген адамның бейнесін кішкене жарықтандырғыңыз келсе, осы маска эффектісін қолдансаңыз да болады. Ол үшін осы видеоны дубликат жасайық. Астындағы видеоның маскасын алып тастаймыз. Ол үшін жай ғана масканы белгілеп, delete кнопкасын бассақ болады. Сонда бізде мұнда 2 видео тұр. Оның жоғарғысында бізде маска бар, ал астыңғысында ешқандай маска жоқ. Ендігі кезекте біз істейтін нәрсе, ол эффекттің ішіне кіріп, яркость и контраст атты эффектін қоямыз. Бұл видеоның жарықтығын арттыруға көмектеседі. Астына түсірсеңіз, осында пайда болды. Енді біз яркостьті көбейтейік. Байқасаңыз, мұндағы эффект біз белгілеген маскаға ғана әсер етуде, яғни ол фондағы яркостьті көбейтіп жатқан жоқ. Мұның себебі біз маска белгілеп алдық, және кез келген эффекттер біз белгілеген аралықта ғана жұмыс жасайтын болады. Сонымен қатар, сіз маскада белгілеген фигураны кез келген эффектіңізге көшіріп алсаңыз болады. Ол үшін масканы белгілеп, Ctrl-X немесе Ctrl-C-ны бассаңыз болады. Ctrl-X ол кез келген элементті қырқып алады. Ctrl-X-ті бассаңыз, сол жерден эффект жойылып кетеді. Ctrl-V арқылы кез келген жерге ставить ете аласыз. Ал Ctrl-C жай ғана копировать етеді, ол еш нәрсені жоймайды. Дәл солай Ctrl-V арқылы оны да ставить етсеңіз болады. Мен Ctrl-X-ті басам, масканы көшіріп алдық. Енді яркость и контраст эффектісіне басып, Ctrl-V-ны басамыз. Сонда сіздің яркость и контраст эффектіңіз маска арқылы жұмыс жасайтын болады. Астына түсіріп, яркостьті қайттан көбейтіп көрейік. Мені осы аралықта ғана жұмыс жасады. Алайда, бұл видео болғандықтан бізде адам жылжуы мүмкін.
сол секілді анимациямен де жұмыс жасап көрейік. Бірінші видеоны қарап көрейік. Байқасаңыздар, біздің маскамыз бір орында қалып кетті. Бұл маска әрқашанда адамның артынан жүру үшін анимацияны қосатын боламыз. Видеоны таңдаймыз. Анимацияны белгілейміз. Фигураның адам бейнесіне сәйкес келетін моментті таңдаймыз. Ол бізде бастапқы момент, яғни басы. Осы жерде контур масканың қасындағы сағатты белгілейміз. Анимацияны бастаймыз. Байқасаңыз, маска көрінбей қалды. Жай ғана қайтадан масканы басасыз. Ендігі кезекте әр кадрды таңдап, масканы өзгертетін боламыз. Кішкене жүріп, масканы жылжытайық. Так, кішкене жүреміз. Жылжытамыз. Біз маскамызды біттік, енді қарап көрейік. Масканы қалай жұмыс жасап жатқанын көру үшін видеоның басынан қарап, маска параметрін таңдап, кадрларды қолмен жылжытып көрейік. Келесі кезекте маска арқылы креативті переход жасап көрейік. Менде мұнда екі видео бар. Қарап көрейік. Идея бойынша тал оңға қарай жүрген кезде, яғни талдың артынан екінші видео пайда болу керек. Ол үшін бірінші видеоны жоғары қоямыз, екінші видеоны сол талдың астынан қоямыз. Енді екеуін бірдей теңестіріп алсақ болады. Келесі кезекте бірінші жоғарыдағы видеосын таңдаймыз. Непрозрачность параметрін таңдап, фигураны сызатын боламыз. Ол үшін маркер таңдаймыз. Мұнда сызу ыңғайсыз болғандықтан размерін кішірейтейік. 10%. Енді осында ағаштың фигурасын сызып алуымыз қажет. Кішкене кадр жылжытайық. Қазір біз ағаштың фигурасын сызатын боламыз. Байқасаңыздар, бізде белгіленген жер ғана көрініп, қалған жер көрінбей қалды. Енді осы жерден анимацияны бассақ та болады. Контур маски параметрінің қасындағы сағатты басамыз. Бұл біздің кейфреймнің басталуы. Енді видеоның бас жағына қарайық. Масканы таңдаймыз. Мұнда ағаштың қайтадан орнына әкелу керек. Енді әр кадрмен анимация жасап шығамыз. Сонымен қатар, сіз фигураны тек қозғалтып қана қоймай, оның пішінін де өзгерте аласыздар. Ол үшін фигураны кез келген нүктесіне басып, пішінін өзгертсеңіз болады. Осылайша біз пішінін өзгерттік, енді жалғастырамыз. Енді қарап көрейік. Кадрларды артқа қайтарсақ, кішкене осындай минустарды байқауға болады. Бұл минустарды туырлау үшін қайтадан видеоны басамыз, масканы таңдаймыз және пішінін өзгертетін боламыз. Міне осындай қателіктер болып жатса, қайтадан масканы таңдаймыз. Фигураны пішінін өзгертеміз. Сонымен қатар, маскаңыздың шекаралары қатты болмаған қаласаңыз, растушевка маски арқылы оның шекараларын нәзіктігін арттырамыз.
бізге керегі жуықтап алғанда 40-20 шамалары. 18-ге қойып көрейік. Енді басын көрейік. Жалпы мұндай переходтар қазір өте көптеп кездеседі. Бұл трендтердің бірі. Сондықтан маска қолдану арқылы жасалынған переходтар өте креативті және әдемі көрінеді.